Біз өмір сүріп отырған ақпараттық қоғамда, жаһандануға қарыштап қадам басқан уақытта, халқымыз үшін маңызы аса зор оқу ағарту ісін халықаралық талапқа сәйкестендіру қажеттілігі туындағаны даусыз. Тегінде алғашқы өмірді жаратылыс береді, екінші, үшінші өмірді білім мен тәрбие береді деп бекер айтылмаған. Басқалармен терезесі тең, қоғамның кез келген мүшесімен тіл табыса алатын, өзіндік пікірі қалыптасқан, жан-жақты жетілген, тәрбиелі де білімді тұлға қалыптастыру ұстаздар қауымының еншісінде екені айтпаса да түсінікті. Мектебімізде оқу мен оқыту сапасын жақсарту, мұғалімдердің тәжірибесін дамыту, кәсіби дамуына ықпал ету және оқушылардың алған білімдеріне қолдау жасау мақсатында 2022-2023 оқу жылының басында мектеп әкімшілігі және пән мұғалімдерімен бірлесе ақылдаса отырып бірнеше зерттеу фокус тобы құрылды. Мен модераторлық ететін ынталы зерттеу жұмыс тобында бір нұсқаушы мұғалім. Ол мұғалімнің мақсаты оқыту дағдысын дамыту. 5 бақылаушы мұғалім. Бақылаушы мұғалімдердің мақсаты бақылау дағдысын дамыту. Ал біздің нысаналы тобымыз 7-ші Н сыныбы. Зерттеу сабақтарын бастамас бұрын ең бірінші мәселе зерттеу тобының өз ішінде ынтымақтастық атмосфера құру. Зерттеу сабақтарын өткізетін нұсқаушы мұғалімге қолдау көрсету. Бір команда екенімізді, өзара қарым-қатынасты жақсарту керектігін, сонда сабақ жақсы өтеді деген ойды түйіндеп, топ ішінде бірнеше әдіс тәсіл арқылы ынтымақтастық атмосфера құру болды. Келесіде сыныптың проблемасы анықталды. Сыныптың проблемасы білім сапасын арттыру мақсатында оқушылардың жеке және топтық жұмысын жетілдіру. Келесі қадамымыз әр сабақ сайын ойымызды ортаға салып, келесі сабағымыздың жүйелі, қызықты, әр тапсырманы оқушы өз өн бойынан өткізе отырып, түсініп орындау үшін бірлесе жоспар құрдық. Осы уақытқа дейін 2 циклдің бірнеше сабағы өтілді. Осы уақыт аралығында lesson study мұғалім үшін не берді? Мұғалім үшін өзара келісімге келетіндігін, сыйластық қарым-қатынаста болатындығын. Бұрын мұғалім түнде, үйде жеке жұмыс жасаса, зерттеу сабақтарында мектепте күндіз бірлесе жұмыс жасай алатындығын көрсетті. Ал оқушы нені алды? Оқушы үшін не өзгерді? Оқушылар топтасуға, мәселені бірлесе шешуге, сабақ барысында ресурстар арқылы өздігінен білім алуға үйренді. Өзіне деген сенім қалыптасты. Сабақта құрбысын бағалауға үйренді. Көшбасшы бола алатындығына сенді. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл-күй қалай? Жарайсыңдар. Олай болса отырамыз. Бүгін балалар сіздерге жақсы психологиялық көңіл-күй сыйлау үшін, жақсы психологиялық көңіл-күй сабақ өту үшін біз мына барабанды айналдырамыз. Қазір барабанды айналдырған кезде кез келген әріп түседі. Сол әріп бойынша жылы-жылы беру сөздеріңізді айтасыздар. Шы деген әріп түсті. Қандай жолды? Мен айтып сіздерге шартты. Бүгін сіздердің сабақта шарттарыңыз дейсіз, Асима? Шарттарыңыз ойланып отырсың? Бауыр? Сабаққа келсеңіз, барлығында шуағын. Келесі барабанды айналдырайық. Қандай жолы деп айтып алсыңдар? Бүгін сіздерге сабақта өте мықты, табысты және қандай болу керек? Нардай тұлғалы азамат болуларына тілектеспін. Тағы бар ма? Ең артыне келесін айналдырайық. Келесі бізде Т деген әріп екен. Айта ғой бара. Бүгінгі барлық оқушыларға табыс тілеймін. Жарайсың. Аяулым. Бүгінгі сабақта мен бәргелеріне шаттық пен махаббат тілеймін. Және сабақтарда жақсы оқыңдар, табысты болыңдар, ешқашан да жеңілмеңдер.
таныстыруымды және бүгінгі сабақта таланттарың ашылсын деп сіздерге тілек білдіргім келеді. Так, соңғы рет айналдырайық. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Д деген әріпті айтамыз. Қазіргі сабақта дарынды оқушы болыңдар және де осы сабақта ешқашан жеңілмеңіздер. Дарынды болыңдар, дана болыңдар. Ол бүгінгі сабақта. Жақсы, жарайды, балалар. Олай болса бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Үй тапсырмасын сұрап алдым сіздерден. Бүгінгі сұрап алдында мақсатын түсіндірейін. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін үзінділерді тыңдай отырып, оқиғаның амалымен аяқталуын ойлау, оқшау сөздердің қызметін түсініп, ажыратып алу. Енді үй тапсырмасын сұраймыз. Үй тапсырмасының қысқылы әдісі бойынша сіздерге сұрайтын боламыз. Қысқылы әдісін пайдаланатын боламыз. Бір қыз, бір ұл болып, қысқылы әдісі арқылы бір-бірлеріңізді сұрақпен қуатын боласыздар. Ең біріншіден Бауыраны қойсамын, және бекзатты қойсамын. Бауыра бекзат. Бауыра сұрағымды қойға бекзатта. Лексикалық бай ба? Болады. Грамматикалық лексикалық араласып. Бауыржан оңышыл жайлы ақпарат. Бауыржан оңышыл ол біз Қазақстан қазақ еліне өте қазақ елінің батыры, дарын бар, кеңес одағының несі батыр, ол соғысына қатысқан. Өте жақсы, жарайды, орталығына. Келесі сұрақта Рамазан мен Плясы деген қалғанда. Қаратпа сөз дейді. Рамазан қаратпа сөз дегеніміз не? Қаратпа сөз дегеніміз, тыңдаушының назарын, кімге қаратушының назарын үшін? Өзіне қаратушының қарататын қаратпа сөз. Жақсы, отырыңдар. Соғыс жылдарында Қазақстан одағы сөздер. Жегір одағына тілдер атып шықшы. Жегір одағына қандай сөздер? Екі мысал келтіріп, жегір одағына қандай сөздер айтып отырсыз? Жегір байға. Ұрысу айғайлы. Ұрысу айғайлы жегір одағына. Жақсы, отырамын. Енді балалар, біз өткенде грамматикалық тақырып бойынша сіздермен оқшау сөздерді күйлерді өткен болатынбыз. Оқшау сөздің негізі қанша түрі бар екен? 3 түрі бар екен. Қандай түрі бар екен? Қаратпа сөз, қаратпа сөз дегеніміз қандай еді? Еске түспейікші, мысал келтірейікші, қаратпа сөздер дегеніміз балалар айта ғой. Қаратпа сөздерге мысал келтірсек, қаратпа сөздер дегеніміз тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздер. Мысалы, менің ойлағанымның ойынан түстім, ботакөз немесе арман сен мынандай жерге барып кел деп айтылады. Жақсы. Қыстырма сөздер дегеніміз не еді? Қыстырма сөздер дегеніміз сөйлемде негізгі өзі жеке тұрып айтамыз. Шынында бұл ойланатын мәселе екен деп бірге сөйлегенде сөйлесек, бұны біз қыстырма сөз деп атаймыз. Жақсы, отырғандар. Одағай сөздер дегеніміз не? Адамның көңіл күйі, эмоциясы арқылы туындаған сөздер. Одағай сөздер дейміз, иә? Одағай сөздердің өзі қанша түрге бөлінеді? 3 түрге бөлінеді. Көңіл күй, одағай одағайының өзі 2 түрге бөлінеді. Жағымды эмоциядағы одағай сөздер, жағымсыз эмоциядағы одағай сөздер. Оқулықта берілген мәтінді оқып шығамыз. Мәтінді оқып шыққаннан соң бізге қазір арамызда интервью сұхбатшы әдісі бойынша мәтінді талқылайтын боламыз. Арамызда бір сұхбатшыны сайлайық. Кім болады сұхбатшы журналист Аяулым болады. Аяулым, сен мәтінді оқып отырып, балаларға сұрақтарды дайындап отыр. Балалар сұрақтарды тапсырманы оқиды. Bizde jurnalist başka kızımız oradan çıkacak. Ayağını şuraya ortaya. Mikrofon istedik. Özün tanısına koy. Және сұхбатшы болып балаларға тақырып бойынша сұрақтар қоясың.
Сәлеметсіздер көрермендер, мен қазір сұхбат жүргізетін боламын. Менің аты-жөнім Бақытжан Қызайұлы, және сыныпта оқимын. Мен қазір қандай сұхбат жүргізетін болатын болсам, мен Даратова Бағдат Момышұлы туралы сұхбат жүргізетін боламын. Қазір мен сұхбат қоятын болсам, қазір көрермендерге сұрақ қоямын. Бағдат Момышұлы туралы қазіргі таңда Бағдат Момышұлы туралы қандай деректерді білесіз, соған көрермендерге айтып аласыз ба? Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген. Ол дара тұлға, ол екінші дүниежүзілік соғыстың мықты жауынгері, және де ол мықты жауынгерлердің бірі болды. Жарыңызға рахмет, отыра беріңіз. Қазіргі таңда бәрі Бауыржан Момышұлы дара да тұлға деп атайды. Қазір енді сол сұраққа мен қойғым келеді. Бағдат ханым, тұра аласыз ба? Қазіргі таңда бәрі дара тұлға деп Бауыржан Момышұлыны атайды. Сіздің ойыңызша ол не үшін сөйтіп атайды, сол кішкене көрермендерге мен сұхбат ете бере аласыз ба? Сұрағыңызға рахмет. Бауыржан Момышұлын дара тұлға деп алуға да болады. Өйткені оны кеңес одағының батыры, ұлы жазушы, ұлы отан соғысының даңқты жауынгері, әскери қолбасшы деп атауға болады. Және оның соғыстағы, ұлы отан соғысындағы қолданған тактикасын қазіргі таңда көптеген әлем өз тактикасына қолданады. Бауыржан Момышұлы өзінің жерін қорғап қалған 16 армияның 316 және батальон командирі деп айтуға болады. Жауабыңызға рахмет, отыра беріңіз. Рахмет. Қазіргі енді мен қоғамдық балакаласқа шашсен орыс тілде біз өтеміз оны. Қазіргі таңда ол туралы деректер өте көп Бауыржан туралы. Соған балакаласқа шашсен дегенде Бауыржанның бейнесі қандай болды, және де ол қандай ерлік жасады соны неден? Бауыржан Момышұлы балакаласқа шашсы деген өте мықты бала, үшін артынша ақша дивизиясында болған. Авторы кім екен? Сол балакаласқа шашсы деген кітаптың өзі үш бөлімнен тұрады, иә? Авторы кім екен? Сол үш бөлімін айтып бере аласыз ба? Қандай болды сол тақырыпта? Авторы Александр Беков, иә? Жақсы, отыра алыңыз, келесі сұрақ. Үш бөлігін айтамын, енді мен өзім жауап бере салайын. Ең бірінші ол өзінің фамилиясы жоқ екенін айтады, және де ол екінші өзінің қорқынышын, соғыстағы қорқынышын өзінің айтып берді. Және де үшіншісі ол өзінің мені соттағанда деген сияқты өзінің мәтіндегі сөйтіп жауап берді. Қазіргі енді соңғы енді қоя салайын сұрағымды. Қазіргі таңда Бауыржан Момышұлы өмір жолы туралы айтып бере аласыз ба сұрағыңызға? Бауыржан Момышұлы ең алғаш 1920 жылы мектеп табалдырығында аттап басқан, және 1924 жылы Шымкент қаласында 7 жылдық мектеп оқыған. Рахмет. Қазір енді мен бәрінен сұрап алдым. Қазіргі таңда рахмет жауап бергендеріңізге. Және де мен өзім көп мәлімет алдым. Рахмет. Жақсы, мен енді соңғы сұрақты қоя кетейін. Балакаласқа шашсы деген кітапты сіздер талқыладыңыздар. Баура айта қойшы, Балакаласқа шашсы деген кітабында не туралы айтылған, және оның қай ерлері өзінің тактикасына қолданады? Ол мәтінде мәтіннің өзі үш тақырыпқа бөлінген. Біріншісінде Бауыржанның тегі жайлы, екіншісінде оның қорқынышы, ал үшіншісінде дивизиядағы сатқын туралы айтылған. Бірінші тақырыпта автор өзінің Бауыржанмен танысқан және оның фамилиясы жайлы, ата тегі жайлы танысқан. Ол кезде Бауыржанның өзінің әкесінің тегі болмаған, атасының тегімен жүрген. Екіншісінде Бауыржанның соғыстағы өзінің қорқынышы, соғысып жатқан кездегі ертеңгі өзінің қалай оянатынын, көзін қалай ашатынын жайлы. Ал үшіншісінде дивизиядағы екі сатқын жайлы. Екі сатқын туралы не айтылады екен асыма? Жақсы. Екі сатқын туралы дивизиядағы екі сатқын өзінің тактикасын қарсылас елге айтады. Яғни қазіргі таңда Израиль мемлекеті өзінің әскери академияларында осы тактиканы пайдаланады.
жақсы, Асима. Және бауыржан мамырзұлы өзінің соғысы кезінде өзінің жақындарына шығарған өлеңдері болған. Олар серігім, ана тілі жайлы шығарған, жазушыға Қалбек аға дегенде көптеген өлеңдері шығарған. Дәл соғыс уақытында басқа жақындарына өлеңдері шығарып кеткен. Өзінің сағынышы сол өлеңдері арқылы жеткізеді. Және өздерінің балаларға қалсы деген ниетпен ана тілі жайлы да өлеңін соғыс уақытында дәл сол кезде шығарған. Енді бірінші жағымсыз бірінші суретке қатысты, онда болма жағым жатыр. Жағымсыз одағай сөздерді айтайықшы, қандай сурет болады? Болма жағым жатыр, қазір әскерлер қашып жатыр. Аяулым Ойбай масқара болма жағым жатыр. дұрыс. Тағы қандай? Әттеген айдына болманың жағым кеткен. Дархан. Болма жағым қасында. Жақсы, жарайды. Ойбай, масқара, қап деген біз жағымсыз эмоцияны таптық, жағымсыз одағай сөздерді таптық. Енді екінші, бұнда жеңіс туын көтеріп жатыр, рейхстагқа ту тігіп жатыр. Жағымды эмоциядағы одағай сөздер кім? Бекзат. Жұмышылының 145-3 тапсырмада ана тілі сөздер жазылған. Мұндағы сөз жылата да алады, жұбата да алады деген қанатты сөзі қазір морфологиялық талдауға қалаймыз. Талдауға шығады, біләсін шығады, біләсін келе ғой. Бастайын ғой. Сөз бұл жерде өз түрі болады. Затесін. Жылата да алады. Түрі қайсы болады? Жыла, дұрыс. Ол қайсы үстарына жатады? Етістікке жатады, етістік. Т деген жұрнақ, сәлеметті басқа біреуді өзге біреуді орнатқызды. Ол нені жұрнақ болды? Өзге етістік. Дұрыс айтасың. Үш бір жұрна ғой. Өзге етістік. А дегеніміз нені жұрнақ еді балалар? Көсемші. Дұрыс айтасың. Да дегеніміз қандай жылаудың түрі болады? Жалғауыз жылау. Жалғауыз жылау. Жұбата да алады. Жұбара болады. Түрі естік. А дегеніміз нені жұрнаға? Көсемші. Да дегеніміз нені бар? Жалғауыз жылау. Дұрыс. Жалғауыз жылау. Алады түрі ал. Естік. Көсемші. Көсемшіде кейін д келсе, ол жіктік жалғауы болады балалар. Ал егер д-дің алдында көсемшенің жұрнағы болмаса, онда ол жедел өткен жақтың жұрнағы болады. Жіктік жалғау нешінші жақ болды? Үшінші жақ. Үшінші жақ болды. Жарасында. Жақсы. Енді келесі бірінші сөзіне өз күйде болғаннан артық қорқыныштар қорлықта жоқ. Бұл талдауға шығады, бауыра шығады, бауыра келеді. Астына жазу ғой. Астына жазу. Өз күйде болғаннан артық қорқыныштар қорлықта жоқ. Жақсы, балалар олай болатын болса, мұнда қазір бойлинг тасын ататын боламыз. Ең бірінші бойлинг тасын бізде атады. Так, Баура. Ең бірінші пицца қалды. Үш түрі бар. Так, одағайдың үш түрі бар. Бар, қарақат. Келесі бойлинг тасын атады. Бұл жерде Айкар. Қай нұсқасы болады екен? Үшіншісі. Дұрыс. Келесі сұрақ бізде жеке одағай сөздер бар. Рамазан.
жарайды, үшіншісі жақсы. Жақсы оқиды, дұрыс. Келесі полингтің тасын бізде назым. Оқша сөздің үйлері. Қанша түрі бар? Қарап Свети. Біреуісі бұл? Ой, жоқ, астын аласыз деп, ақтар атылысыз. Екінші соңғы тасты соғамыз или балда. Соңғы соғыстың басталуы өте ауыр. Басталуы, иә? Түйрексіздің жұрнағы, қай жұрнақ деп жүрмек? Басталуы деген маған морфология қалып қойшы. Басталуы түбірі қандай болады? Баста болады. Баста болады. Баста. Етістік болады. Ола дегеніміз нені жұрнағы болады? Ола сәрекет өзгермен орын алды. Ұрсыз. У дегеніміз түйрексіздік. О дегеніміз оның басталуы. Енді балалар, 2 минут қалды, уақытымыздың аяқталуына, үй тапсырмасын жазылғанда, үй тапсырмасын 145-ші тапсырмасын яғни ғаламтор материалдарына іздену төменгі берілген еңбектерді авторларымен сәйкестендіреді. Бұл шығармаларда ортақ кейіпкер болуы мүмкін дейді. Егер бүгін жұма уақыттан болса, осы кітаптарды тауып, біздің кітапханадан оқуларына кеңес беремін. Олай болса, бала, бізде қазір рефлексия, бәріміз телефонды алайық, телефонды алып, бізде GTM қазақ сөйлейтін топқа өз байланыстарды смайликтер арқылы берулеріңізге болады. Балалар, бүгін сіздерді мен бағалаудың. Мұнда бағалауға қағаздарын сіздерге алам. Мен қазақтың салт дәстүрі бойынша бағалаймын. Бүгінгі сабақта өте жақсы белсенді жауап берген балаларға ат менсетін боламын. Сабақта өте жақсы жауап берген балаларға мен тақия кигізетін боламын. Және орташа жауап берген балаларға шапан кигізетін боламын. Сіздерді бағалап шығайын. Ең бірінші Іңкәр, Назым, Асима, Бауырға, Жасыл, сіздерге. Кімдерін жаза беріңдер? Ал? Айтып берген, не үшін бердің? Қазір. Балалар, мен бірінші қазір Асимаға ат мінгіздім. Себебі Асима өте жақсы белсенді жауап берді және морфологиялық талдауларға өзі атсалысып қатысып отырды сұрақтарға, жазбаша тапсырмаларға орындап отырды. Бағдаға ат мінгіздім, себебі балапаламызға шысын толық оқыған, талдап берді, 3 бөлімнен тұратындығын айтып берді және морфологиялық талдауда да өзінің белсенділігіне қатысып, жұрнақтарды ажыратып, өзі жұрнақтарды талдап шықты. Аяулымға ат бердім, себебі аяулым өте жақсы өзінің сұхбатын жүргізді, сіздерден жақсы сұхбат алды. Болашақ журналист деп айтсақ та болады, керемет аяулым. Мирасыл морфологиялық талдауды жақсы талдады, қатесі болған жоқ. Және сұрақтарға жауап берді. Жарайсың Мирасыл. Өзі морфологиялық талдауды өте керемет орындайтын қыз. Абылайға шапан жаптым. Абылайға шапан жаптым себебі екі сұраққа жауап берді. Жақсы. Жеңіз жазбаша тапсырмаларды орындады. Рамазан Акилова. Саған сенің қалмайын. Рамазан Акилова. Яғни ауызша сұрақтарға аяулым
бүгінгі балалардың кері байланыстары жібере береді балалар. Өте жақсы арасында сабақ қалай болды? Смайликтермен көрсетесіңдер, иә? Керемет болса, осындай лайк смайлигін қоямыз. Сабақ ұнаса, күліп тұрған смайлик қоямыз. Түсінбеген ауыл болса, онда мұғаліп тұрған смайлик. Сұрақтар жазыңдар, комментарий жазыңдар, сұрақ жазыңдар, түсінбеген жерден жазыңдар. Дарханға жарайсың, сұрақтарға жауап берсін. Қандай сұраққа түсінбеңдер, маған WhatsApp-қа жазыңдар. Жазып жіберіңдер. Пікірлеріңді жазыңдар. Енді балалар пікірлеріңді жаза беріңдер. Қазір мына қанағи сөзін талдап кетейікші. Сөз жылата да алады, жұбата да алады дегенді қалай түсінеміз? Сөз жылата да жұбата да алады дейді. Бауырға айта ғой. Бұл бауыржан атамыздың қанатты сөзі, сөз жылата да жұбата да алады деген. Мысалы, қазақстанда көптеген адамдар бір-біріне ауыз сөздер айтады, немесе айтады. Және бұл адамның сөзі, яғни сөз айтады. Тіл жылата да алады. Жақсы, Асима. Адамның жүрегі қандай болса, жүректен шығады деп аласың. Сонда адамның жүрегі ерінді болса, адамның өзінен де жылы сөздер айтады. Ал енді адам өзінің жүрегі кішкене болса, тас жүрек болып, ешқандай ойламайды деп өзің ойлайтын болса, одан жылы сөз шықпайды. Бірақ біз егер адам өзі ерінді болып, басқаға көмектесуге қалғанда, әрқашан адам өз ерініне болады. Өте жақсы. Аяулым. Сөз жылата да алады, жұбата да алады. Қазіргі таңда мысалы егер ұлдардың жүректері таза болса, ол қызға позитивный және қызға көңілді көтеретін, қызға мысалы жұбата алатын сөздер айтады. Қазіргі таңда кейбір ұлдар бар, өздері тас жүрек қыздарға мысалы түрге байланысты айтады, сен маған ұнамайсың, кетші деген сияқты, ол қызға жаман тиеді. Сондықтан да қызға есе позитивный сөйлейтін болса, қыз қуанышты болады, және де оған да кішкене ашыла бастайды, сондай күшті болады. Я ұлдарға позитивный сөйлеу кеңес бересің. Жақсы. Енді өмірінде сіздерді сөз жұбатты ма және жұбатты ма? Осындай ситуация болды ма? Аяулым. Қазіргі таңда біздің сыныпта мысалы бар, кішкене қызға кішкене қатты тиетін болғанда, мен де жұбата алды ма сені, иә? Бекзат жұбатты, иә? Бекзат, ол мені күнде қуантады, және де оған ерінді сөздер айтады, мен оған қуаныштымын. Өте жақсы. Асима. Біздің сыныпта ойламаймын, біздің класстағы ұлдар, қыздар бір-бірін жылататын сөз айтса да, бірақ әрқашан бір-біріне деген көңілі жүгіріп тұрады, және кешірім сұрауға әрқашан дайын болып тұрады. Мысалы, біреудің көңіл-күйі жоқ болса, оның көңіл-күйін көтеруге тырысады. Жақсы. Және қолдау көрсетеді. Ұлдардан айтайықшы, Бекзат, айта қойшы. Сені сөз жұбатқан және жұбатқан уақытта сәтсіз болды ма? Қай кездегі жүрсің? Жақсы, жарайды. Балалар екеуміздің түсінікті. Белсенді қатысып отырды. Енді бір-екі оқушылар одан да белсендірек қатысса деп ойлап отырмын мен. Бірақ өте сондай белсенді танытылған оқушыларға риза боламын. Бүгінгі сабақ мақсатына жетті. Бауыржан Момышұлы туралы тақырыбымыздағы тұлға Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлының мына өзінен кейінгі ұрпақтарына тастап кеткен өсиеттері, нақыл сөздерін үнемі өмірде пайдаланып жүрсеңіздер, мықты еліміздің адал, азаматты азаматшасы боласыңдар. Сондай сабақ өте тартымды өтті. Иә, мына Бауыржан Момышұлының жаңағы рухын құрметтеген сыңайларын байқап отырмын. Бастарына Бауыржан Момышұлының Совет одағының батыры ғой ол деген, отан соғысының батырын айтып жатсыңдар. Кемеңгер жазушы болып, сол неден бастарына киіп алған әскери бас киімнің өзі үлкен сендерге керемет нелерге мән беріп тұр. Сол сендердің құрметтейтіндіктерің Бауыржан Момышұлының жаңағы ерлігін, еңбегін, Бауыржан Момышұлының кітабын көбірек оқы. Керемет кітаптар. Халқым, елім, жерім, отаным дейтін нағыз намысшыл адам ғой, нағыз өжет, қайсар.
солар ғой халқы үшін отан үшін отқа түспейсің деп бекер айтпайды ғой. Сондай нағыз Бауыржан Момышұлы сияқты мықты жаңағы зор болып тұлға болып өсіп шыққандар, жарай ма? Бүгінгі сабақ өте жоғары деңгейде өтті. Гүлбаршын апай, керемет, рахмет сізге. Айтыңызға. Енді балалар бүгін расымен керемет сабақ болды. Жақсы екен. Белсенді, әсіресе қыздар белсенді, бірақ олардың артында отырған жігіттер кішкене белсенділік танытсаңдар керемет болатын еді. Сендер өйткені біздің Бауыржан атамыз сияқты қорғанымыз боласыңдар, кейін әскерге барасыңдар. Енді Гүлбаршын апай, рахмет. Әсіресе сабағыңызға ұлттық құндылықтарыңыз, қыз болу деген ойын үйреніп кіргізіп жатырсыз. Не байланысты болған кезде бағалауыңызда Исмаиловтер емес, шапан киіп ерекшеленді. Солай енді әрқашанда осы Бауыржан атамыз сияқты батыр тұлға болып өсе берді. Жақсы, рахмет.